Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Ахмет Байтұрсынұлы мектебінің 10 сынып оқушысы Бекболатқызы Сымбат. Қош келдіңіз, Сымбат. Ең алғаш үйренген шет тіліңіз жайлы айтсаңыз, не себепті сол тілді таңдадыңыз? Менің алғаш үйренген шет тілім ол ағылшын тілі. Осы тілді меңгерген себебім, ол халықаралық тіл ретінде әлемнің көп елдерінде сұранысқа ие тілдердің бірі. Және де көптеген салаларда да қолданады. Ғылыми, технология, кино, музыка индустрияларында да сұранысқа ие. Және менің ойымша, осы тіл арқылы мен болашақта басқа шетелдерге немесе оқуыма да үлкен бір жетістік көмек болады деп есептеймін. Тіл үйренудегі ең қиын және қызықты тұстарын айтсаңыз. Осы тілді меңгерудегі ең қиын тұсы ол әрине грамматика және сөздік қор. Себебі жаңа сөздерді бірден сөздік қорға, диалогқа қосу қиындыққа ұшырайды. Ал ең қызықты ол сол елдің салт-дәстүрін, мәдениеттің, тарихын білу және сондай-ақ сол тілдегі фильмдерді, подкасттарды тыңдау және достармен сол тілмен араласу. Жаңа тіл үйрену сіздің көзқарасыңызды, дүниетанымыңызды қалай өзгертті? Осы тілді меңгерген кезде менің сол мемлекетке деген көзқарасым өзгерді. Себебі мен сол мемлекеттің, елдің, халықтардың тарихын, мәдениеттің, салт-дәстүрі туралы көп білдім. Менің ойымша, егер де біз сол мемлекеттің тілін үйренсек, біз сол мемлекетті құрметтейміз және қолдаймыз. Жақсы, Сымбат, енді тіл меңгерудегі тиімді өзіңіз қолданып жүрген тиімді әдіспен бөліссеңіз. Менің ойымша ең тиімді әдіс ол сол ортаға ену. Яғни күнделікті сол тілдегі фильмдерді көру, подкастында өз-өзімен сөйлесу, ары қарай сөздік қорды дамыту, және де қазіргі заманда тіл үйренуге мүмкіндіктер өте көп. Мысалы, көптеген платформа, қосымшалар өте көп, солар өте тиімді. Қандай платформаларды қолданасыз? Мен қазіргі сәтте грамматика емес, көбінесе сөздік қорымды дамытамын. Сондықтан Duo Cards деген приложение бар. Ол жерге жаңа үйренген сөздеріңді жазсаң, ол саған кезек соны шығарып отырады. Жақсы, тиімді пайдаланып жүрсіз. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Болашақта менің үйренгім келетін екі тілім бар. Ол француз тілі және түркі тілі. Француз тілі ол сондай құлаққа жағымды, кербез тілдердің бірі. Ал түркі тілі ол маған өте қызықты, себебі қазіргі заманда маған сол тілдегі кинолар, сериалар, музыка көп түсуде және мен сол тілге қызығушылығым арта түседі. Үйреніп бастадыңыздар ма? Бастадыңыз ба бұл тілдерді? Әлі жоқ, себебі биыл 11 сыныпқа барамын, IELTS тапсырамын деген ойдамын. Сондықтан қазір ағылшын тілін жоғары деңгейге дейін үйреніп алғым келеді. 11 сыныпқа барамын деп қалдыңыз. Енді болашақта осы тіл үйрену сіздің мамандығыңызға әсер ете ме? Осы бағыттағы мамандық таңдайсыз ба? Иә, осы ағылшын тілі бағытында мамандық таңдаймын. Бірақ менің ойымша, тағы да тіл білу ешқашан артық етпес. Сол. Қай мамандықты таңдап жүрсіз? Мамандықты әлі нақты таңдаған жоқпын, бірақ 1-2 таңдаған мамандығым бар. Осы шет тілінің айналасында, иә? Сымбат, енді тіл туралы өзіңіз білетін қанатты сөздермен бөліссеңіз. Жақсы, ең бірінші өз ана тілімде бастасам, тіл тарихтың, мәдениеттің, рухтың айнасы. Берегий язык, берегий культуру. Language connects generation. Жақсы, тұшымды жауабыңызға рахмет, Сымбат. Рахмет. Ана тілін арын бол, ұятың болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қош сау болыңыз, көрермен.